Сөз депутат Иса Қазыбек Жарылқасынұлына беріледі. Рахмет. Ақжолдың сауалы премьер Смайыловқа. Осыдан 2 апта бұрын Сенат отырысында президент Тоқаев парламенттің рөлі артып келе жатқанын атап өтіп, алдағы сайлаудың ашықта адал өтуі тиістігіне үлкен мән берді. Яғни әділетті Қазақстанның басты талабы әділ сайлау болуы тиіс. Әділдік жайлы айтқанда біз алдымен қаңтар қасіретінен қандай сабақ алдық, қандай қорытынды шығардық. Мұның бәрін алдымыздағы парламент сайлауы айқын көрсетеді. Сайлау әділде ашық өтуі тиіс. Егер бұрынғыдай бұрмалау болып жатса, қаңтар наурызға ұласып кетуі бек мүмкін. Яғни мемлекеттің тағдыры биліктің әділдігіне байланысты өз қолында тұр. Әділ мемлекет болу үшін ең алдымен әділ сайлау болуы тиіс. Біз бұның бәрін қауіп еткеннен айтып отырмыз. Өйткені бұған дейінгі сайлаулардың қалай өткенін өте жақсы білеміз. Сайлау маңызды емес, санау маңызды деген талай сайлау басымыздан өткен. Шындығын айтайық, осы 30 жыл бойы елді әділетсіздік пен жемқорлық жаулап алса да, қаншама экономикалық дағдарыс, девальвация, инфляция болса да, сайлау сайын билік партиясы Нұр Отанға 80-90% дауыс берді дегенге кім сенеді? Ел сене ме? Өздері де сенбейді биліктің. Линкольннің сайлау бюллетені оқтан да күшті дейді. Яғни бұрынғы сайлауларымыз халықтың жүрегіне оқ болып қадалғаны анық. Мысалы 2007 жылғы парламентке тек қана нұратандықтар өткен 100%. Сол сайлауда біз қатты сынап жазғамыз. Елбасыға ел сенімінің нүкте қойылған сайлау болды деп. Сондықтан президенттің әділ сайлау өту туралы ұстанымын Ақжол қолдайды, және көп жыл бойы ашықта адал сайлауды мемлекеттік биліктің бірден-бір бастауы халық деген Конституцияның 3-ші бабы толық іске асуын талап етіп келеді. Ерекше назар аударатын мәселе, ешқандай сайлау комиссиясы мүшелері бюджеттік мекеме қызметкерлер болмауы тиіс. 2017 жылдан бастап біз талай рет орталық сайлау комиссиясы мен интернетке тікелей ашық трансляция жасап, әр сайлау учаскесінде бейне бақылау орнату жайлы ұсыныс жасағанбыз. Сонда сайлау комиссиялары да, бақылаушылар да, кез келген азаматта сайлаудың әділ болғандығына, заң бұзушылықтарды анықтап жолын кесуге, және саяси бәсекелестік күшейген сайын күшейе беретін жанжалды басуға мүмкіндік береді. Мұндай бақылау дауыс берудің ашық ең жақсы кепілі. Сайлаудың қорытындысына ел сенімі артады. Бейне бақылау камераларын бет-әлпетті автоматты тану жүйесімен жабдықтау бірнеше сайлау учаскелерінде дауыс беретін каруселдерге тосқауыл қояды. Дауыс санау кезінде бақылаушыларға әр бюллетен белгісі дәл көрінетіндей жақын жерден көрсетілуі керек. Бұл бюллетен арқылы дауыстарды қайта санауға мүмкіндік береді. Бұл шара өте маңызды. Өйткені бюллетендердің бәрі жойылып кететінін білеміз. Ал бейне жазба бұл орталық сайлау комиссиясының серверінде сақталып қалады. Бұл шешім көп күмән туғызбай, қоғам мен билік арасындағы сенімділікті арттырады. Алайда Ақжолдың осы және 60-тан асқан ұсыныстарына үкімет пен билік партиясы, басқа да фракциядағы әріптестеріміз қарсы өткізбей келеді. Бұндай бейне бақылау көп елдерде бар. Қырғызстан 10 жыл бұрын енгізген. Үкімет видео мониторингтен бас тартуға сылтау етіп отырған қаржылық шығын талай бағдарламаларға жұмсалған шығыннан артық емес, және азаматтардың өз мемлекетіне деген сенімінің артуымен бірден ақталады. Мемлекетке ел сенімі мен қоғам тұрақтылығы қажет пе? Қажет болса, сайлау әділ өту үшін түрлі сылтаулар мен кедергі жасамай, осы ұтымды ұсыныстарды қабылдауы қажет. Ақжол еліміздегі барлық сайлауда, сайлау учаскелерінде бейне мониторинг енгізуді қайта ұсынады. Әділ сайлау болу үшін бұдан басқа жол жоқ. Құрметпен Ақжол фракциясы. Рахмет. Рахмет.